Жалпы біздің халықаралық кітап көрмесі биыл 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Көрменің мақсатына тоқталатын болсам, бір алаңда әртүрлі баспа ұйымдарын, жалпы кітапқа қатысы бар ұйымдарды бір жерге жинау, бір-бірлерімен ынтымақтастық орнату мақсатында жылда осылайынан ұйымдастырып отырамыз. Жалпы жастарды қазіргі технология заманында кітап оқуға баулу, кітап оқуға қызықтыру мақсатында осындай көрмелердің маңызы бар, маңызы өте үлкен, өте зор. Мысалы, оқушылар көптеген кітаптармен танысып жатыр мына жерде. Одан бөлек, мысалы, бізде жас қаламгерлер, суретшілер келеді. Олар өздерінің өнімдерін баспаларға ұсына алады. Осындай жерлерде, мысалы, сол кезде осы жерде ынтымақтастық пайда болады жаңағындай. Себебі іздеу қиындық тудырады ғой, мысалы, жазушылар іздеп жатамыз, суретшілер іздеп жатамыз, ал бұл жерде дайын өздерінің жұмыстарын алып келіп көрнекті түрде көрсете алады, және де ары қарай жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Тағы бір маңызы, яғни жазушылар мен оқырмандардың арасында алтын көпір болу, ұйымдастыру, яғни міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде автордан қолтаңба күн сайын бізде әр автормен автограф сессия өткізіледі. Яғни осы жерден автордың ұнаған кітабын алып, авторлармен сөйлесуге, өзінің мазалап жүрген сұрақтарына жауап алуға, және де қолтаңбасын естелікке алуға мүмкіндік бар осындай көрмеде. Шын мәнінде бүгін міне Нұр-Сұлтан қаласында үлкен кітаптардың тойы болып жатыр екен. Бұл біз үшін өте маңызды, өйткені қазір мынау жаһандану заманында адамдар кітап оқуды азайтқан рас. Неге? Өйткені жастар көп жағдайда қазір интернетке кіреді, ютубқа кіреді, кітап оқылмай жатыр деп қазір мамандар дабыл қағып жатыр. Бірақ бүгін мына жақта қазір жас жеткіншектер, мектеп оқушылары, қаншама адамдар келіп, мынау кітаптармен танысып жатыр. Біз қазір Қасым кітапханасының ішінде мынау қазақтың классик жазушыларын көріп қуанып отырмыз. Бір жағынан былайша айтқанда, бүгін бір жастардың санасы ренессанстық тұрғыда бір оянғандай болып отырмыз. Сондықтан бүгінгі мынау шара жылына 1 рет емес, 2-3 рет, 4 рет, тіпті 5 рет ұйымдастырылса да біз қуаныш едік. Өйткені мына заманда кітап насихаттайтын заман болды. Кітап болашақ ұрпаққа өте қажет, бізге қажет. Кітап оқыған азаматтар, жастар, былайша айтқанда Қазақстанның іргетасын қалайтын азаматтар болып өсері анық. Көрме өте жақсы, өзен деңгейінде өтіп жатыр. Мамандырылған 9-шы зерде мектебінің оқушыларымен бұл көрмеге келдік. Оқушылардың өзіне ұнаған кітаптарын алып жатыр. Осында іс-шара күн сайын, жыл сайын болып тұрса, өте жақсы болады деп ойлаймын. Қазіргі жастарға өте пайдалы. Бүгін осы экспо көрмесінде мен осы театр человеческого тела деген кітап сатып алдым. Мен зерде оқушысы. Бұл кітапты биология пәніне қызығым сәл қиыншылықтар барды. Сондықтан бұл кітап комикстар арқылы тақырыптарды түсіндіреді. Сондықтан мен осы кітапты таңдадым. Бүгін 86-шы мектептің ұстаздары мектеп оқушыларын алып экспода өтіп жатқан кітап көрмесіне келген болатынбыз. Көрмеде оқушылар көптеген өздеріне жаңа туындылармен танысып жатыр. Өздеріне қажетті көптеген кітаптарды алып, жақсы бір көңіл күймен қайтып жатырмыз. Осындай көрмелер үнемі өткізіліп тұрса деген өзімнің пікірімді білдіргім келеді. Көрме ұйымдастырушыларына үлкен алғысымызды білдіреміз.